Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлзая. Бүгін сіздерге ерекше болып шығатын, қытырлап шығатын самсаны рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде ең алдымен менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырша белгісін басыңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ұнымызды осылай дайындап, бір ыдысқа салып қоямыз. Және де бөлме температурасындағы 400 мг суымызға бір шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Мен барлығын төменге описанияға қажетті мөлшерде қалдыратын боламын. Енді осы тұзды суымызды ұнымызға аз-аздан құйып, жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Мінекей осындай қамыр шығуы қажет, қолыңызбен ұстағанда қолыңызға жабыспайтындай жұмсақ болу қажет. Енді бетін пищевой пленкамен жауып 15 минутқа қалдырамыз. Бұл қамырымызды 5 минуттан кейін басатын боламыз. Енді біз маргаринді осылай газға қойып толықтай ерітіп аламыз. Немесе сармай қолдансаңыздар да болады, ол өз қалауларыңызша толықтай қасықпен араластырып ерітіп алатын боламыз. Сонан соң 1-2 минут маргаринді қайнатамыз. Бұл самса жасаудың бір фишкасы болып саналады. Осылай 1-2 минут қайнатсаңыздар, сіздің самсаңыз қытырлап, әдемі болып шығатын болады. Осылай міндетті түрде жасаңыздар. Мінекей мен 5 минут өткеннен кейін қамырды қайтадан қайырдым. Қарап тұрсаңыздар жұмсақ бір келкі болып шықты. Енді қалған 10 минутына қайтадан жауып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін осы қамырымызды алып екіге бөлеміз. Егер сіздер шағыннан кішкентайдан жасайтын болсаңыздар 4-ке бөлесіздер. Енді бөлген қамырымызға кішкене ғана ұн сеуіп, оқтаумен жайып шығатын боламыз. Қамырыңыз қалың немесе қатты жұқа болмауы қажет, орташа қылып жаясыздар. Мен барлығын осылай жайып шықтым. Қатты жұқа немесе қатты қалың болмау қажет. Арасына ұн сепсеңіздер де болады. Және ол қамырымызды бөлек алып қоямыз. Екінші қамырымызды тура солай жайып шығатын боламыз. Кішкене ұн сеуіп, толықтай жайып шығасыздар. Енді жаңағы ерітілген сары майымызды араластырып, толықтай барлық жеріне жағып шығатын боласыздар. Сармайды толықтай жағып шыққаннан кейін екінші қамырды үстіне бірден салмайсыздар. Шамамен 10-15 минут қойып қоясыздар. Бетіндегі майы қатуы қажет. Сол кезде сіздің самсаңыз ерекше қытырлақ болып шығады. Мінекей видеода байқасаңыздар, майымыз қатты. Енді ғана осы қамырды үстіне салатын боламыз. Барлық жеріне жеткізіп, толықтай жазып, жайып шығасыздар. Сонан соң үстіне қалған сары майымызды құйып тағы да жағып шығамыз. Бұны да толықтай кішкене кептіруіміз керек. Шамамен 10 минуттан кейін осылай орама етіп орап шығасыздар видеодағыдай. Қамырыңызды орап болғаннан кейін осы қамырды бір жаққа қарай айналдырып, қамырдың өзін айналдырып шығасыздар. Бұл сіздің самсаңызға әдемі узор беретін болады. Енді осы қамырымызды толықтай айналдырып, таза целлофанға кигізіп, 15-20 минутқа морозильникке қоясыздар. Осылай қатырып сақтасаңыздар да болады. Мінекей менде 20 минут өтті. Мен морозильниктен алып, енді осы қамырды бөліктерге бөлетін боламын. Мен алдын ала самсаның салмасын дайындап алдым. Ет, пияз және картоп қостым. Тұздап, бір қара бұрыш қосқан болатынмын. Сіздер өз қалауларыңызша асқабақтан, тауық етінен немесе осындай еттен жасасаңыздар да болады. Сізге қандай салма ұнайды, тура солай жасасаңыз болады. Салмасы міндетті емес. Енді видеода көрсетілгендей қамырымызды жайлап ашып, бөліктерге бөлетін боламыз. Бұл самсадан шамамен 30-40 штук самса шығатын болады. Әрине ол сіздің жасаған самсаңыздың көлеміне байланысты. Менде шамамен 30 дана шықты. Енді осы кішкентай бөліктерге кішкене ғана ұнымызды сеуіп, оқтаумен жайып шығатын боламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей қылып дайындап аласыздар. Енді салмасын ортасына салып шығамыз. Видеода айтқанымдай, салмасы өз қалауларыңызша. Салмасын салған соң самсаларымызды түйіп шығатын боламыз. Маған осылай 3 бұрыштап түйген ұнайды, сондықтан осылай түйіп шығамын. Негізі самса түйудің көптеген әдістері бар. Сізге қандай әдісі ұнайды, соны қолдансаңыз болады. Міндетті түрде 3 бұрышты қылып жасау міндетті емес. Пергамент қағаздың үстіне самсаларымызды осылай қойып шығамыз. Егер пергамент қағазыңыздың сапасы жақсы болса, ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Үстіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз барлығына, және де бетіне күнжіт сепсеңіздер де болады. Немесе мак сепсеңіздер де, болмаса ештеңе сеппесеңіздер де болады. Енді осы самсаларымызды 180 градуста 30-40 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей самсаларымыз дайын болды, өте әдемі дәмді болды. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліңіз. Сіздермен болған Гүлзая. Келесі кездескенше.